Алтын доп егерін алдағы 15 маусымда кім жеңетінін FIFA ойыны ванговать етіп берсе қалай болады екен? Сене подписка және лайк, ал менен контент. Бірінші маусымда алғашқы рет алтын доп егері атанған бұл Эрлинг Холланд. Ал екінші маусымда алтын допты жеңуге сәл қалған Винисиус Джуниор бізге «Вы не готовы» деп еді, біз оған дайын болып шықтық. Ал үшінші маусымда екінші рет қатарынан Винисиус Джуниор тағы да жеңіп отыр. Ал төртінші маусымда Килиан Мбаппе ақыры өз дегеніне жетті. Ал бесінші маусымда Эрлинг Холланд алтын допты екінші рет жеңіп отыр. Алтыншы маусымда Винисиус Джуниор үшінші рет жеңіп өзінің мықты ойыншы екенін дәлелдеді. Ал қалған 3 маусымда Эрлинг Холланд Криштиану Месси секілді өзінің эрасын жасап 3 жыл қатарынан жеңіске жетіп отыр. Ал 10-шы маусымда бізде жаңа есім, бұл талантты ойыншы Дезире Дуэ бірінші рет алтын допты жеңіп отыр. Ал одан кейінгі маусымда тағы да жаңа есім, бұл Матиас Тель. Ал 12-ші маусымда қайтадан Дезире Дуэ, ал 13-ші маусымда қайтадан Матиас Тель, ал 14-ші маусымда әлі дүниеге келмеген FIFA-ның өзінің ойыншылары бұл Левис, және де 15-ші маусымда Бейли. Осылайша видео аяқталды. Ал сен Дембеленің осы жыл отқан алтын добына келісесің бе? Комментарийге жазып кет.